болып жатса, сенмен кездескенде байқап қалдық, сенің телефоның жаңа модельді болған жоқ. iPhone 12 ма? Иә, ескі телефон болды. Сол кезде сен сұрағанда сен де бізге жауап бердің. Қайтем, бұл байланыс қой, тек қана байланыс. Істейді ма, істейді. Жауап бере ме, жауап берем. Иә. Сол өзінің біріншіден Садио Манені кездестірсең міндетті түрде танысып ал, себебі құндылықтар сәйкес келеді. Енді осындай бір қағидалар бірдей адамдар бір-бірін біліп жүрсе, мен ойымша жақсы болады деп ойлаймын. Екіншіден, осы сенде осы ұсталынатын қол жетімді заттардан бас тарту қандай шектеулерді қоятынын сол туралы кішігірім айтып бересің бе? Жалпы атақты Боб Марлиге Гретте сұхбат барысында бір кісі келіп сұраған, сіз қаншалықты бай адамсыз деп. Мен өте бай адаммын деп жауап береді жаңағы кісі. Неге десеңіз, менің атамекенім бар, тәуелсіз мемлекетім бар, менің кең байтақ жерім бар, менің отбасым аман, халқым дінім аман, бауырларым аман, бауырым бүтін дейді. Ал материалдық тұрғыда қаншалықты байсыз деп сұраған кезде, егер сіз айтып отырған нәрсе жаңағы миллиондаған доллар тапсырып отырған болса, онда мен кедеймін дейді. Неге десеңіз, мен өмір бақи рас ақша таптым, бірақ та мен үшін оның құны көп деген дейді. Жалпы айтқанда, әрине ақша барлық адамға керек, бірақ ақшаға деген махаббат біздің алақанымыздың тұсында ғана болу керек. Алақанымыз арқылы жүрегімізге өтіп кететін болса, бүкіл тұла бойымызды билеп, біздің сана сезімімізді улап жіберуі мүмкін. Сол себептен келісемін. Ең алдымен адами құндылықтар өзіміздің айналамыздағы кішігірім заттарға ғана қуана білу. Жыл өткен сайын өмірде бақытты болудың үрдісі азая түседі дейді. Енді ол қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ кейде қарағанда ол шындыққа да жанасатын сияқты. Кейде қарағанда олай емес секілді. Сол себептен бәріміз де бақытты болып жүре берейік. Бақыт